Салджуклар Түрки Оғuz қауымы құрамында дәслеп қазіргі Қобла Қазақстан аймағына тура келетін жайлауларда, Сырдарияның орта ағымындағы жерлерде көшпелі тұрмыс кешірер еді. Тикарынан алып қарағанда, айне сол уақытта Салджуклар династиясы елі қалыптеспеген еді. Басқаша етіп айтқанда, Салджуклар бұл этникалық ат емес. 10 ғасырде Балхаш көлінің құбласынан тап төмен Волгаға шекемкі аймақта түрки халықлардан болған оғузлар жасайтығын еді. Олар көплеген қауым һәм руларға бөлінген. Міне осындайлардан бірі Қынық руынан шыққан Салджук атлы шахс өзінің фазилетлері, білгірлігі, епшілігі һәм мәртлігі арқасында абырай этібарға ерсіп барады. Һәм бірқанша Оғыз қауымлері сардары, үлкен әскери күш басылығы дәрежесіне ерседі. Табиғи бұндай адамлардың барып өз шеңбері, тәсір шеңбері пайда бола бастайды. Салджукта да сондай болған.